Қазақ тілін үйренуге арналған сабақтарымызды жалғастырамыз. Өткен шақттың болымсыз түрі. Отрицательная форма прошедшего времени. Для того, чтобы составить предложение в отрицательной форме глагола, от глагола в неопределенной форме отбрасываем букву «у». Затем добавляем суффиксы «кан», «кен». Если основа глагола заканчивается на глухую согласную, во всех остальных случаях добавляем суффиксы «ган», «ген». Затем следует модальное слово «жок» и личные окончания. Например, «тыңда» – основа глагола, который переводится «слушай». Прибавляем аффикс «ган», так как корень заканчивается на гласный звук. Затем модальное слово «жок». Если действие совершаю я, добавляем личное окончание «пын». Тыңда, ган, жок, пын. Тыңдаған жоқпын, не слушал. Мен сатқан жоқпын, я не продавал. Жатқан жоқпын, я не лежал. Шыққан жоқпын, я не выходил. Хабарласқан жоқпын, я не связывался. Я не звонил. Айтқан жоқпын, я не говорил. Кеткен жоқпын, я не уходил. Шай ішкен жоқпын, я не пил чай. Тамақ ішкен жоқпын, я не ел. Сөйлескен жоқпын, я не разговаривал. Кездескен жоқпын, я не встречался. Отырған жоқпын, я не сидел, я не садился. Жазған жоқпын, я не писал. Тұрған жоқпын, я не стоял. Ыдыс жуған жоқпын, я не мыл посуду. Үй жинаған жоқпын, я не убирался дома. Келген жоқпын, я не приходил. Киінген жоқпын, я не одевался. Кірген жоқпын, я не входил. Если действие совершаешь ты, добавляем окончание «сын». Айт, қан, жоқ, сын. Не говорил, айтқан жоқсың. Сен айтқан жоқсың. Сен сатқан жоқсың. Ты не продал. Жапқан жоқсың. Ты не закрыл. Шыққан жоқсың. Ты не вышел. Хабарласқан жоқсың. Ты не связался, либо не звонил. Кеткен жоқсың. Ты не ушел. Шай ішкен жоқсың. Ты не пил чай. Тамақ ішкен жоқсың. Ты не поел. Сөйлескен жоқсың. Ты не разговаривал. Кездескен жоқсың. Ты не встречался. Отырған жоқсың. Ты не сидел. Жазған жоқсың. Ты не писал. Тұрған жоқсың. Ты не стоял. Ыдыс жуған жоқсың. Ты не помыл посуду. Үй жинаған жоқсың. Ты не убирался дома. Келген жоқсың. Ты не пришел. Киінген жоқсың. Ты не оделся. Кірген жоқсың. Ты не вошел. Если действие совершаете вы, добавляем окончание «сыз», «айт», «қан», «жоқ», «сыз». Не говорили, айтқан жоқсыз.
Сіз сатқан жоқсыз. Вы не продали. Жапқан жоқсыз. Вы не закрыли. Шыққан жоқсыз. Вы не вышли. Хабарласқан жоқсыз. Вы не связались, не звонили. Кеткен жоқсыз. Вы не ушли. Шәй ішкен жоқсыз. Вы не пили чай. Тамақ ішкен жоқсыз. Вы не поели. Сөйлескен жоқсыз. Вы не разговаривали. Кездескен жоқсыз. Вы не встречались. Отырған жоқсыз. Вы не сидели. Жазған жоқсыз. Вы не писали. Тұрған жоқсыз. Вы не стояли. Ыдыс жуған жоқсыз. Вы не мыли посуду. Үй жинаған жоқсыз. Вы не убирались дома. Келген жоқсыз. Вы не пришли. Киінген жоқсыз. Вы не оделись. Кірген жоқсыз. Вы не вошли. Если действие совершает он или она, после модального слова «жоқ» личное окончание не добавляем. Айтқан жоқ – не говорил. Ол сатқан жоқ – он не продавал. Жапқан жоқ – не закрывал. Шыққан жоқ – не выходил. Хабарласқан жоқ – не связывался. Кеткен жоқ – он не уходил, он не ушел. Шай ішкен жоқ – он не пил чай. Тамақ ішкен жоқ – он не поел. Сөйлескен жоқ – он не разговаривал. Кездескен жоқ – он не встречался. Отырған жоқ – он не сидел. Жазған жоқ – он не писал. Тұрған жоқ – он не стоял. Ыдыс жуған жоқ – он не помыл посуду. Үй жинаған жоқ – он не убирался дома. Келген жоқ – он не пришел. Киінген жоқ – он не оделся. Кірген жоқ – он не вошел, не входил. Итак, предлагаем запомнить окончание. Осымен кезекті сабағымыз аяқталды. Жүздескенше.